Бізде өзі Қазақстанда екі түрлі математика дайындалады. Соның біреуі жаратылыстану ғылымдары бойынша, екіншісі мектепке ұстаз дайындауда. Сондықтан енді біздегі ең үлкен проблема қазір. Біздегі бітіріп жатқан жаратылыстану пәнін бітіріп жатқан балалар, математик балалар, олар да мектепке барып жатқандығы, 90% қазір мектепке баратындығы. Бірақ білім бағдарламасында ішінде мектепке байланысты пәндердің оқытылмайтындығы. Сондықтан біз болашақта осында бір жерге қарай түйіндестіру керек екендігінің, оның оқулықтарын қарастыру керек. Екінші, мынау біздің президенттің жаңарудың 100 гуманитарлық бағыттағы оқулықтары шығарған, әне күні 18 кітапты өздеріңіз естідіңіздер. Енді сол 18 кітапты қалай білім бағдарламасында көру туралы да үлкен қазір мен баяндама жасаймын. Үшіншісі біздегі жұмыс берушілердің талаптары. Бізде көптеген кәсіпорындар бар, әрқайсының өзінің талабы бар, болашақ маманға қоятын. Оны қалай шешу керек енді? Мысалға, әр жаңағы математиканың бәрін әр кәсіпорынға жеке-жеке дайындау мүмкін емес екендігін, оны қалай дайындау керек келешекте? Жұмыс беруші, енді бізде әлі ең үлкен талапты жұмыс беруші қояды. Жұмыс беруші жақсы, біз бітірушіміз жұмыс берушінің талабы жақсы болса, біздің университетте жақсы болатындығы.